Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен Ташкент самсасын жасайтын боламыз. 2 литр суымызға 60 грамм сұйық майымызды, 60 грамм тұзымызды салып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластыратын боламыз. Құрғақ ыдысымызға 4 килограмм ұнымызды саламыз. Мен бірінші 2 килограмм ұнды салдым, одан кейін тағы да 2 килограмм ұнды өлшеп алдым. Міндетті түрде осындай весімен өлшеп алыңыздар. 4 килограмм ұнды салатын боламыз. Тестаместеріңіз болса, тестамеске осылай сұйық массаны құйып, 4 килограмм ұнымызды салып, жақсылап біртекті қамыр шыққанша араластыратын боламыз. Ал енді Ташкент самсаның начинкасын дайындайтын боламыз. 2 килограмм таза сиыр етін ұсақтап, 4 бұрышты кубиктап турап алатын боламыз. Үш килограмм пиязымызды поликольца түрінде осылай жіңішке етіп турайтын боламыз. 1 килограмм картопымызды 4 бұрышты кубиктап турап аламыз. Ал енді начинкамызды араластырамыз. Полукольца осындай ұсақталып туралған, жіңішке етіп туралған пиязымызды саламыз 3 килограмм, және 1 килограмм картопымызды саламыз. 2 килограмм ұсақталып туралған сиыр етімізді салатын боламыз. Және де 6 чайный ложка тұзымызды саламыз, 1 чайный ложка бұрышымызды, және 4 чайный ложка зырамызды салатын боламыз. Және де барлығын араластыру барысында 100 грамм пісте майды құйып, тағы да араластырамыз. Сұйық майды құю себебіміз картошкамыз қарайып кетпейді. Осымен біздің начинкамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте сочный, әдемі самса болады. Ал енді иленген тестамызды 6 бөлікке бөлеміз, яғни 1 килограммнан түседі. Сонда 6 зуалаға бөлінеді. Жақсылап зуалаларды илеп, бір 15 минутқа бетін жауып, пленкаға орап, тындырып қоятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай томпақ, әдемі біркелкі тестамыз осылай дайын болады. Осылай алтауын пакетикке салып, біраз тындырып қоямыз. 15-20 минуттай тынып тұрса, тестамыз оңай әрі тегіс болып жайылады. Ал енді тестаның арасына жағатын майын ертіп аламыз. Ол үшін бізге осындай қағаз пакетикте ораулы тұратын марго майы болады. Для слоеный теста осыдан 500 грамм салатын боламыз. Және де щедрое летоның 72% түрін 250 грамм қосатын боламыз. Щедрое летодан екеуін баяу отта жақсылап қайнататын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тестамызды жайып алдық, 1 килограммдық тестамызды, және де осылай үстіне қайнап тұрған сары майымызды құямыз, және қолымызбен бір тегіс етіп, барлық жеріне жағып шығамыз бірдей етіп.
Қамырымызға толық майымыз жағылып болғаннан кейін осылай екі шетін ұстап орап шығамыз. Тек екі шетінен ұстап орап шықсаңыздар жеткілікті. Орта жағын особо қатты ораудың қажеті жоқ. Екі шетінен ұстасаңыздар өзі орта жағы алға қарай жүре береді. Жақсылап жағылды тестамызға. Енді ешқандай да ауа қалдырмай орап шығамыз. Қамырдың екі шетін осылай ішіне қарай бүгіп тастаймыз. Бұл қамырды осылай орағаннан кейін артынша істеу керек, сонда слоеныйлығы кетпей әдемі болады. Негізгі фишкасы дәл осы жерінде. Қамырды орап бола салысымен бірден самсаны түйіп тастайтын боламыз. Ал енді әр тестамызды 60 граммнан бөліп аламыз. Осылай 60 граммға бөлінген тестамыздың бір шетін қамырдың бір жанымен жауып шығамыз. Өйткені жайылып ішіне начинкамыз салынған кезде ағып кетпес үшін тестамыз, немесе сыртқа шығып кетпес үшін. Тағы да видеода анықтап көрсететін боламын. Міне көріп тұрғандарыңыздай 60 грамм тестамыз. Міне бір жағын қамырдың бір шетін жай ашамыз да тестаның бір жағын ғана толығымен жабатын боламыз. Ал екінші жағы слоеный болып тұру керек. Видеоны жақсылап көріңіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырдың бір шетін жай ғана ашып, бір жағын толығымен жауып тастаймыз. Ал енді сәл 5 минутқа тұндырып қойып, одан кейін осылай тестамызды осындай оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай оқтау керек, өйткені ортасын баспай, тек жанын тарту арқылы осылай жайып шығатын боламыз. Кәдімгі үйдегідей оқтау жарамайды, специально осындай оқтауды алыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай слоеныйлығы әр жанына қарай жайған сайын ашыла береді. Бұның фишкасы дәл осы жерінде. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі слоеный болды. Енді бір осындай стакан немесе шайнектің ортасына осылай қойып аламыз да тестамызды. 50 грамм начинкамызды салып түйетін боламыз. Үш бұрышты әдемі етіп түйеміз, және де үш бұрыштының үш шетінде қысқартатын боламыз. Видеода көрініп тұр. Сонда самсамыз көтеріліп, биік әдемі болып көрінеді. Көріп тұрғандарыңыздай үш шетін жақсылап қысқаннан кейін осылай қамырды қайыратын боламыз. Үш жағынан көрініп тұр деп ойлаймын. Енді былай самсаны алған кезде биік томпиған әдемі самсаларымыз шығады. Сіздер де осылай жасаңыздар. Ташкент самсаның фишкасы дәл осы жерінде. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай слоеныйлығы әдемі болып шықты. Бетіне жұмыртқа жақпай пісіреміз. Алдын ала қыздырылған 150-180 градус аралығында 1 сағат пісіріп алатын боламыз.